Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Дәл қазіргі уақытта мен диета ұстап жүргеніме байланысты сіздермен де осы қантсыз, ұнсыз печеньенің рецептімен бөлісейін дедім. Түрі енді әдемі емес, бірақ дәмі өте күшті. Жұмсақ сары майға осылай бір бананды салып, вилкамен езіп аламыз. Жұмыртқа, кефир, мед салып араластырамыз. Осының үстіне кокосовый стружка саламыз и күріш ұны мен разрыхлитель. Күріш ұны болмаса, сіздерде барлығын кокосовый стружка салуға болады. Не болмаса, егер сіздерге глютен болса, онда кәдімгі жай ұнды сала беруге де болады. Енді осыларды араластырамыз. Содан кейін менде вупидің креміне арналған домалақ насадкаға, кондитерский мешокқа салып, отсаживать етеміз. Егер для себя формасына қарамайым десеңдер, онда кәдімгідей қасықпен де қойып пергаменттің үстіне пісіре беруге де болады. Кішкене ара қашықтығын көбірек қалдырамыз, өйткені бұл печенье жайылады, кәдімгі жайылып піседі. Сол кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Осыны 180 градуста кішкене золотистый, былай прям золотистый болмайды енді. Бір шеттері қызарып, осылай піскенде аламыз. Түрі онша емес, бірақ дәмі өте күшті. Мен жиі пісіріп жейтін печенье осы.